Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерді оңай монтаж марафонының екінші сабағында көргеніме өте қуаныштымын. Алдыңғы сабақ ұнады деген ойдамын. Бүгін сіздермен Adobe Premiere Pro бағдарламасын ары қарай үйренетін боламыз. Әдеттегідей Adobe Premiere Pro бағдарламасын ашамыз. Міне достар, бізді Adobe Premiere Pro бағдарламасы қарсы алып отыр. Алдында үйреткендегідей, мына жерде сіздерде бұған дейінгі жасалған проекттер тұратын болады. Бұнда бізге жаңа проект, новый проект басатын боламыз. Мына жерге проекттің атын қоямыз. Біз оңай монтаж екінші сабақ деп қоя салайық. Міне достар, Adobe Premiere Pro бағдарламасының жұмыс үстелі бізді қарсы алып отыр. Алдыңғы сабақтарда сіздермен жеке-жеке панельдермен танысқан болдыңыз. Timeline, Project панелі, Program панелі, және Source Monitor панелі. Мұнда эффекттер түрлі. Өткен сабақта сіздермен видеоны қалай қою, қалай жүктеу, және кесу. Сіздермен ең басты білу керек заттарды үйренген болатынбыз. Енді бүгін біз қалай эффект қою, аудио эффект, графика, текст қою, соны үйренетін боламыз. Ендеше кеттік. Ең бастысы біз видеоларды жүктейміз. Мұнда видеоларды жалпы жүктеп алайық. Project панеліне тастаймыз видеолардың барлығын. Сіздерде мына жерден қара знак пайда болған кезде былай жылжытып өздеріңізді ыңғайлы күйде жасап алсаңыздар болады. Мына панельден Source Monitor панеліне апарамыз. Және біз не істейміз? Керекті жерлерін кесіп аламыз видеоның. Бізге керекті жерлері, мысалы осы жерден бастап И кнопкасын басамыз да керекті жерге дейін алып келеміз. Және бізге тек видеос керек. Оны таймлайнға лақтырамыз. Және керек жері болса, келесі мына жер дейтін болсақ, осы жерден мына жерге дейін бізге керекті жерлері. Мысалы алып келіп қоя береміз керек-керекпен. Және мына видео керек деп айтайық. Осы жерден бастап осы жерге дейін керек деп айтайық. Осылай қойып алайық. Осы аралық бізге керек болады деп айтайық. Мынау батырмамен ары-бері жылжытып, өзімізге ыңғайлы күй таңдап аламыз. Алдыңғы сабақта айтқандағыдай. Келесі кадр. Келесі кадрда бізде осы жерде таңдап алайық деп айтайық. Міне бізде керекті кадрларды жинап алдық. Енді осы жерге не істейміз? Әр кадрмен жұмыс істейміз біз. Мұнда Source Monitor бөлігінде бізде элемент управления эффектами деген бар. Осы жерге басамыз да, қай кадр керек бізге? Мысалы, бірінші кадр болатын болса, мына жерде осындай бізде терезе ашылады. Бұл терезе сіздің видеоңызды
Мысалы, бірінші кадрды үлкейту керек болатын болса, сіз мынау масштаб деген жерде 100-ді былай ұстап тұрасыз да көбейтесіз. Оңға, солға. Оңға, солға. Былай. Жақындатып аласыз. Мұнда положение X, Y өсі бойынша қозғалтуға болады. Яғни оңға, солға, астыға, үстіге. Олай оңға, солға, астыға, үстіге. Сізге мысал ретінде кішкене осылай қой керек болатын болса, осылай қоя бересіз. Біз ортаға қоя салайық. Және астыға үстіге көтеруге болады кадрды. Осы жерге дейін көтеріп қояйық дейік. Және де бұлай бұрып жүруге болады. Осылай. Бізге бұрудің қажет емес. Мұнда бір қарап шықсаңыздар болады. Жалпы артынан барлығын түсінетін боласыздар. Ал осылай әр кадрды қойып алайық. Мына кадрды көтеру керек кішкене. Жоқ, көтерілмейді екен. Ладно. Келесі. Мына аумақты түсіндіңіздер ғой, да? Масштаб, кадрды жақындатасыздар, алыстатасыздар. Оңға, солға мына. Мына үстіне апарасыздар, басып тұрып, оңға солға жылжытсаңыз, оңға, солға жылжиды. Мұнда басып тұрып, астыға үстіге жылжиды. Кадрды ыңғайлап қойып аласыздар өздеріңізге. Мына жерде әр тұста сағаттың бейнесі тұр, байқасаңыздар. Мына сағаттың бейнесін басып, мысалы, осы жерден бастап, мына кадр. Бұл ыңғайлы жақындатып алайық. Осы жерден бастап, мысалы, осы аумақта бізге не істеу керек? Кадрдан жақындату керек. Кадр сізде жұмыс істеген кезде, видеоны қосқан кезде ақырындап жақындап отырады. Мысалы, осы екі орталықта деп айтайық, осы екі орталықта. Осылай қоясыз. Және мына батырманы басасына сағаттыңыздың шоғын. Сол кезде сізде мынандай пайда болады. Осыны тұсқа апарасыз да мынаны. Мынаны жақындатасыз былай. Кішкене көтеруге болады былай. Енді байқасаңыздар, мына жерде кадрды қосқан кезде ақырындап мына жерге тұсқа дейін жақындап отырады. Қайтадан мынаны бассаңыз мынандай шығады. Енді қайтадан азайту керек болса, осылай қоямыз. Енді байқасаңыздар, мына тұсқа дейін кадр жақындатты, қайтадан алыстады. Осылай сіздерді әр кадрмен жұмыс істеп, жақындатып, алыстатып қойсаңыздар болады. Енді біз видеомыздың астына музыка қояйық. Мұнда таңдаған музыкамызды алып келеміз де, бұлай астыға не істейміз, тастай саламыз. Сіздермен біз қазір Source Monitor бөлігінің базалық ең бір білу керек нәрселерін білдік. Енді жоғарыдағы эффект бөлігін қарайтын боламыз. Бұл эффект бөлігінде сіздермен аудио эффекттер, аудио переходтар, видео эффекттер, видео переходтар қоюға болады. Осын енді сіздерге қойып көрсететін боламыз. Аудио эффекттер бұл сіздің музыкаңызға түрлі эффекттер береді. Мысалы, мынау эхо береді сіздің музыкаңызға. Бұл аппаратта тастай саласыз музыканың үстіне. Музыканы қосып қараңыз. Міне достар, аудио эффект бөлігінде осылай сіздер әр қайсысын көріп шықсаңыздар болады. Мысалы, сіз мынаны былай тастайсыз ғой. Сізге егер осы қосқан кезде ұнамай қалса, мына тұста келіп, мынау Source Monitor бөлігінде мына жердегі тұсқа келіп, мышканың оң жағын бассаңыз, астында очистить деген бар. Осыны өшіре салсаңыз, сіздерді өшеді. Қайтып келесісін әкеп тастап, осылай жасап көре берсеңіздер болады. Келесі бөлік бізде